Мусека симфониятында орта мектептің 9 сынып оқушысы Еркінбек қыздар боламын. Менің жобамның тақырыбы мың ауруға болған бөдене. Маған бұл тақырып не үшін қызықты болды? Себебі қазіргі таңда көп адам анемия мен қан азықпен ауырып жатыр. Сол себептен осы бөдене өнімдері адам ағзасына қандай пайдасы бар екенін зерттегім келіп, осы тақырыпты қолға алдым. Жобаның мақсаты бөдененің жұмыртқасы мен өкпенің адам ағзасына тигізетін емдік қасиеттерін ғылыми тұрғыдан зерттеп, олардың пайдасын насихаттау. Ендігі айта кетсем, мен осы жаз айының шілдесі күнінде мен осы Семей қаласындағы бөдене кішігірім шаруа қожалығына, Ақниет шаруа қожалығына барып сұхбат алған болатынмын. Ол сұхбатта мен білгенім, ол енді үлкен кәсіпорын емес, кішкентай және шағын болатын. Міне осы жердегі суреттерді қарап отырсаңыздар, мен осы сұхбаттан білгенім, бұл шаруа қожалығындағы бөдене саны 700, ал күніне беретін жұмыртқасы 500-400. Ал және де олардағы өндірістегі бөденелер жапон бөденесі және Ақтикас бөденесі болады екен. Мінекей мына жақта Ақтикас пен мына жақта жапон бөденесі. Бұл кісілерден сатып алатын клиенттері айтуы бойынша күніне қымбат ресторандар және де кішігірім мейрамханалар және мектептер сатып алады екен. Кеміне негізгі бөдене жұмыртқасының бағасы 40 теңгеден болса, ал барлық алған клиенттерге 25 теңгеден сатады екен. Ал және де жапон бөденесі жылына 200-300 жұмыртқа беретін түр, ал Ақтикас бөденесі бөдененің ең ірі түрі болып келеді. Ал енді айтылып кеткен Еуропа бөденесі ол аңшылыққа және сәндікке арналған бөдене түрі. Еті мен жұмыртқасының химиялық құрамы: кальций 93, су 70-80%, натрий, калий, темір, фосфор, ақуыз 12-14%, маляр 11-13%, минералдар өте бай, дәрумендер А, В1, В2, В6, В12 және де Д дәрумені болады екен. Бөдене жұмыртқасы емдік қасиеттері: бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді, бүйрек, өкпе, асқазан жараларын жазады, фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілеті жақсарады, анемияға, сәуле ауруларына және де бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Және де бір айта кеткендей, бұл бөдене жұмыртқасы жай ғана адам ағзасына пайдасы тимей, кәрілікті жеңеді екен. Мысалы, Жапонияны қарап тұрсаңыздар, олар өте жас көрінеді. Өздерінің жастарына сай келмей, мысалы 50-дегі болса, ол кісі кішкене 10 жасқа жас көрінеді. Бұл олардың құпиясы, олар күріш жеген